Саламатсыңдар ма оқушылар? Кезекті қазақ тілі сабағын бастаймыз. Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы отбасылық мерекелердің тәрбиелік мәні. Осы сабаққа негізделген оқу мақсаттары тірек сөздер мен ұсынылған иллюстрациялар арқылы тақырыпты болжау, тыңдалған мәтін бойынша сұраққа жауап беру, көтерілген мәселе бойынша өз ойын білдіру. Назарларыңды тақтадағы суреттерге аударғым келеді. Суретте қандай мерекелер берілген? Суреттегі көріністерді қандай ортақ тақырып байланыстырады? Ой түрткі сұрақтары. Суретте қандай мерекелер бейнеленген? Отбасылық мерекелерге қатысты қандай мақал-мәтел білесің? Отбасылық мерекенің халықтық мерекеден қандай айырмашылығы бар? Яғни айырмашылығы неде? Жақсы, ендеше отбасылық мерекелерге байланысты мақал-мәтелдерді есімізге түсірейік. Жақсы сөз жарым ырыс. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Тойдың болғаннан боладысы қызық. Қой жүрген жер береке, қыз жүрген жер мереке. Батыл жігіт жол бастар, ақын жігіт той бастар. Тойға барсаң тойып бар, қомақ айлығыңды қойып бар. Отбасындағы мереке ерекше дәстүр. Кішкентай қуанышты шағын мерекеге айналдыруға болады. Мұнда отбасы мүшелері бірге болып, бір-біріне қуаныш сыйлайды. Ал халықтық мерекелер ерекше тарихи немесе қоғамдық саяси маңызы бар оқиғаларға арналған. Қазақстан Республикасының азаматтары дәстүрлі түрде атап өтетін мереке. Мемлекеттік мерекелердің оның айырмашылығы мемлекеттік мерекелерді мейрамдау кезінде ресми іс-шаралар өткізіледі. Келесі оқушылар, назарларыңды тыңдалым тапсырмасына аударамын. Той бастар әнін үн таспадан тыңдаңыз. Қандай нақыл сөздермен, тілек мағынасындағы сөйлемдер естеріңде қалды? Ағайын той басталды келіңіз, ықылас қып ниет қып көппен бірге еніңіз. Қазақ атты елімнің құдыретін тануға, ұрпағыңның жасаған ұлы тойын көріңіз. Мән-мазмұны халқымның көрінеді ғұрпынан, жақсы тәлім күтеді еліменен жұртынан. Бабалардың дәстүрін бар жанымен білуге, жастығымның қызулы жалынымен ұмтылам. Еркіндікті сүйетін ер мінезін танытқан, жастарымның жігерін жыр қайратқа шынытқан. Ата жұрттың салтымен жүректерге жолдауып, шешендік пен мәрттікті ұрпағына дарытқан. Жақсы, оқушылар,
Тойбастар әнін тыңдап болды деген ойдамын. Ендеше екінші тапсырма 42-ші бетке назар аударамыз. Айтылым тапсырмасы. Сұрақтарға жауап беріңіздер. Жыр қандай мерекеге арналған? Оны қандай тірек сөздермен дәлелдейсіз? Жырдан қандай үлгі өнеге алуға болады? Жақсы, оқушылар, ойланып болды деген ойдамын. Ендеше жауабымызды салыстырайық. Тойбастар, қыз ұзату, үйлену, тағы басқа тойларда айтылатын өлең түрі. Сол кеште жастар жағы әртүрлі ұлттық ойындар ойнап, көңіл көтеріп, өлең айтады. Той басталғанда тойбастар әні айтылады. Тойбастардың мазмұн мақсаты той иесін мадақтап, отбасы құрғалы отырған екі жасқа игі тілек, бата, ақыл кеңестер айту болып табылады. Ендеше балалар, осы тойбастар әнінен естеріңде қандай тірек сөздер қалды? Салыстырайық. Ағайын, той басталды. Көппен бірге көріңіз. Ұрпағының ұлы тойы. Қазағымның ғұрпынан. Той қазынасы халқымның. Тойың тойға ұласын. Бұл игі тілектердің барлығы халқымызды бауырмашылыққа, ізеттілікке, адамгершілікке тәрбиелейді деген ойдамын. Назарларыңды тілдік бағдарға аударамын. Есте сақта. Сөздердің сөйлем ішінде дұрыс жазылуын орфографиялық норма деп атайды. Сөздерді дұрыс жазуда орфографиялық сөздікке жүгінеміз. Сөздердің айтылуында дыбыс үндестіктерінің ықпал заңдарының сақталуын орфоэпиялық норма деп атаймыз. Үшінші тапсырма, оқылым тапсырмасы. Мәтіндегі қарамен жазылған сөздерге мән беріп оқы. Мәтіннің мазмұны не туралы? Назарларыңды 4-ші тапсырма, жазылым тапсырмасына аударамын. Редактор әдісі. Мәтіннен айтылу мен жазылуында айырмашылығы бар сөздерді кестеге жаз. Мәтінді оқимыз. Мәтінді кесте бойынша толтырамыз. Мысалы, орфоэпиясы бойынша отбасылық, орфографиясы отбасылық. Ғы ұяң дауыссыз дыбысы айтылғанымен, сөздің соңында қ қатаң дауыссыз дыбысы өз қалпын сақтап жасайды. Яғни бұл дыбыс үндестік заңына байланысты. Ендеше балалар, өзімізді тексеретінде уақыт келді. Мемлекеттік орфоэпиясы жазылуында мемлекеттік. Отбасы, отбасы. Ұлы күні орфоэпиясы, ұлы күні. Орфографиясы. Қысқара орфоэпиясы, қысқара. Орфографиясы. Бұл біздің бүгінгі өткен тілдік бағдарымызға байланысты берілген тапсырма. Құрметті оқушылар, сабағымыздың соңғы кезеңіне де келіп жеттік. Бүгінгі сабақта алған білімдеріңді кері байланыс арқылы жеткізіңдер. Кері байланысты менің үйім сызбасы арқылы берулеріңе болады. Әр отбасының шуақ шашқан мекені өзінің жылы үйі. Ендеше, менің үйім сызбасының шатырына бүгінгі сабақта не үйрендіңдер? Осыны жазамыз. Шуақ шашқан екі терезеге мен үшін не жаңалық болды? Не білдім? Осыны жазамыз. Ал кірер есікке негізгі бүгінгі сабақта үйренген білімдеріңнен бір ғана тірек сөз жазыңдар. Үй тапсырмасы. Қуанышты күн. Өз отбасыңдағы бір мереке туралы әңгімелеу мәтінін жаз.
Сөз көлемі 80 сөз. Құрметті оқушылар, сабаққа қатысып назар аударғандарыңызға көп рахмет.